Қазақстан Республикасының президенті құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, мен Жетісу облысы соғыс және әскери қызмет ардагерлер қауымдастығының жауынгерлік бауырластық ұйымының төрағасы, Ауғанстан соғысының ардагері, Талдықорған қаласының құрметті азаматы Данабек Ержан Сүлейменұлымын. Мен бұл бейне жазбамды өзіңізге арнайы жолдаймын. Ондағы мақсатым өзімнің қара басымның қамы емес, қарапайым бейкүнә халқымның және өскелең ұрпағымыз бен жастарымыздың болашағының қамы. Қазіргі Алакөл ауданында 1997 жылдың 23 мамырында біріктірілген Үйгентас ауданының тұрғындарының жағдайы күннен күнге нашарлауы жарымызға батқандықтан халықтың мұң-мұқтажын өзіңізге жеткізуді жөн көрдік. Сіздің шекара сызығы бойындағы елді мекендердің босап қалуы жақсы құбылыс емес. Сондықтан үкіметке таяу мерзімде жоспарлы түрде ұсыныс енгізуге тапсырма беремін деген едіңіз. Ертеңіне алаңдаушылықпен қарап, шықпа жаным шықпа деп күн кешіп отырған ширек ғасыр бұрынғы солақай саясаттың арқасында жабылып қалған шекаралық аудандарда тұрғындардың көкейіне сенім ұялатып, үміт отын жақтыңыз. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, жерлесіміз КСРО ұлттық палатасын басқарған мемлекеттік сыйлықтың Жабар Халал Неру атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты Әнуар Әлімжанов, аты мәшһүр түрік халқына мәлім Мұхамеджан Тынышбаев та осы өңірдің тумасы. Сонымен қатар Кеңес одағының 7 бірдей социалистік еңбек ерлері Үйгентас өңірінің батырлары екенін мақтанышпен айта аламыз. 1991 жылы Дарабоз бабамыз Қаракерей Қабанбай батырдың халықаралық деңгейде өткен 300 жылдық мерейтойына әлемнің 14 мемлекетінен 150 мыңнан астам халықтың қатысуымен өтуінің өзі есте қалатын маңызды оқиға. Үйгентас ауданы Қытаймен шектелетін шекара ұзындығы 300 км аумақты қамтиды. Екі ел арасындағы адам өтетін 13 өткелдің жетеуі және 2010 жылғы қайғылы оқиға орын алған Арқан-Керген заставасы да осы аймақта екенін ұмытпағанымыз жөн. Үйгентас ауданының халқының саны 1991 жылмен салыстырғанда 47 мыңнан 23 мыңға азайған. 1991 жылы 31 мектепте 12 мыңға жуық оқушы болса, қазіргі кезде жалпы мектептердің саны 21-ге азайып, 10 мектеп жабылып, 3420 ғана оқушы қалған. Олар Айпара, Жауынгер, Кеңес, Шамбыл, Карл Маркс, Шілікті, Бостандық, Шымбұлақ, Майқан, Жүнжүрек мектептері. 9 мектеп жанындағы интернаттардың екеуі ғана қалған. 18 балабақшада 4 мыңнан астам бүлдіршін тәрбиеленсе, қазіргі кезде 5 балабақшада бар жыл болғаны 380 ғана бала тәрбиеленуде. Мұғалімдердің саны 1500-ден 560-қа дейін қысқарған. Айта берсек, мұндай дәлелдер өте көп. Шекара маңындағы ауылдардың аудан орталығынан шалғайлығы ол шетімен бұл шетіне барып келу үшін 250-300 шақырым жер жүру керек. Ауыл тұрғындардың атақонысты тастап кетуінің басты себебі жұмыссыздық, жаңадан ашылған өндіріс орындарының жоқтығы, орта және шағын кәсіпорындардың аздығы. Шекараны халық күзететін ескерсек, шекара аудандарын өркендету туралы мемлекеттік арнайы программа қабылдануы керектігі кез күттірмейтін еліміздің қауіпсіздігін тікелей байланысты маңызды шаруа болғандықтан мемлекет тарапынан жұмысшы тобы құрылып, құзырлы органдарға сенімді жауапты қызметкерлер енгізілсе, және олар шалғайда шекараны өтінде тұрған әсіресе Үйгентас, Мақаншы өңірінің елді мекендерді аралап, халықпен бетпе-бет кезігіп, мәселенің мән-жайын саралап, жасалуға тиісті шұғыл істерді мемлекет басшысы мен үкімет пен парламентке жеткізсе деген ұсынысымыз бар. Олай болса, аса құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, ауданымыздың ақсақалдары және қоғам қайраткерлерімен бірге халық болып, бұрынғы Үйгентас ауданын қалпына келтіріп қайта ашып беруіңізді сұраймыз. Сізге алдын ала Алакөл ауданының Үйгентас өңірінің тұрғындарының халқының атынан шексіз алғысымызды білдіреміз.